Үйлену күнін, айын, жылын қалай есептеуге болады? Неке нумерологиясы туған күні бойынша үйлену жылын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, биылғы жыл 2022 жыл, сондай-ақ 23, 24, 25 және тағы басқа жылдарды төмендегідей етіп, бір-біріне қосып шығамыз. Шыққан санды сіздің тағдыр саныңызбен сәйкестендіреміз. Сонда бірінші сан сіздің тағдыр саныңыз, ал сызықшадан кейінгі сандар сіз үйленетін жылдың саны болып есептеледі. Нумерологияның көмегімен сіз туған күніңіз бойынша неке айын есептей аласыз. Мұны есептеу өте қарапайым. Туған айыңызды алыңыз және одан 3, 4, 6, 9 және 10 айды санаңыз. Мысалы, егер сіз ақпан айында туылған болсаңыз, сіз мамыр, маусым, қыркүйек, желтоқсан немесе қаңтарда үйленуіңіз мүмкін. Сонымен қатар, сіз үйлену тойының мүмкін күнін есептей аласыз. Ол үшін сіз бен серіктесіңіздің тағдыр сандарын бір-біріне қосып, алынған санды айдың жалпы санын алып тастаңыз. Мысалы, ақпанда 28 күн болса, 28 азайтылған 10, 18. Демек, 18-і той жоспарлаудың тамаша күні болып есептеледі. Достар, маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.